Баршаңызға сәлем. Менің видеомды соңына дейін қарап, рецепт ұнаса жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге ерекше дәмді картофельный палочки жасайтын боламын. Алдымен картопты теркадан өткізіп аламыз. Бұны мен әдеттегідей қуырмаймын, духовкада пісіріп алатын боламын. Негізі шарик түрінде де жасауға болады, бірақ та мен палочки түрінде жасағым келіп тұр. Өте дәмді болады, үлкендердің де, балалардың да сүйіп жейтін тіске басары. Сырды да теркадан өткізіп, бұрыш, тұз сеуіп араластырамыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Қолымызбен формаға келтіріп, палочки жасап аламыз. Чипсымызды блендерден де өткізсек те болады, бірақтан мен қолмен ұсақтағанды жөн көрдім. Жұмыртқамыздың сарысы мен ағын ажыратып аламыз. Бізге керегі ағы. Оған палочкимызды малып, чипсымызға аударып аламыз. Пешке салатын ыдысымызды майлап алып, 180 градуста 10-15 минутқа салып аламыз. Осымен біздің картофельный сырдан жасалған палочкимыз дайын, жасап көріңіздер.